Алдыңда төбелеске жүрме тағы. Жоқ, төбелеспейміз. Жас емеспіз ғой қазір. Қабақ, зато сен ұқсап бір жерін теуіп жүрген жоқпын, түсіндің ба? Не демекші, не? Отыршы тыныш. Айырып тастаймын қазір. Мені ғана айыруға шамасы келеді да бұның. Ана көзіңді көгерткендерді айырмайсың бұдан да бар. Жұлдыз. Бұл кім еді түн ішінде? Кім бұл? Жұлдыз. Жұлдыз. Кім бұл? Қайсысы бұл түн ішінде? Сардар, сен ба? Не абырсың? Қалайсың, Жұлдыз? Жақсы, өзің? Нашар. Не болып қалды, тыныштық па? Неге сен сол кезде менің көңілім қатты қалдырып кеттің? Қай кезде қалдырдың? Мен саған қатты ғашық болдым ғой. Маған тисең, аспандағы айды алып берем деп едім. Сонда да Макске тиіп кеттің ғой сен. Сен ішіп ағансың ғой, Сардар, массың бар қайт. Қазір Макс шықса басқаша түсініп қалады. Маған бәрі Максы құрсын. Өйтіп айтпа, қуасың ба? Не ол түн ішінде күйеуі бар әйелге келіп ят болады? Ят ештеңесі жоқ. Қайтшы бар айналайын. Давай. Ай, қатал тағдыр ай. Бала, көзіңе не оған? Көзіне көк шыбын үймелеткен ба? Отыршы тыныш. Не болған, тыныштық па? Не, тағы таяқ жеп келдің ба? Ешкімнен таяқ жеген жоқпын. Енді еске көзін ұрып алдың ба? Әлде біреу жұдырығын бүйтіп созып тұрған соған. Ой, қойыңдаршы. Не болды? Ой, кеше анау. Көшеде ішіп ағандармен жолығып қап, соны төбелесіп қалдық сол. Неменеге сен ішкендермен жүресің? Мен папам, мынау ішіп алған, мынау ішіп алмаған деп таңдап жүрмеймін ғой мен. Жолығып қалып, төбелесіп қалдық па. Сонда сіз алғаштармен төбелесіп солардан жеңіліп қалдыңыз ба? Ден саулармен төбелесіп тынам десе, я? Ай, осы қыз бар ғой ше. Бұны жіберсең осы ғой. Төбелесіп кетеді өбірмен. Кешке көшеге шығып қайтайын балдармын дегенге. Ішін білгем сол кезде ішімсізген осындай болатын. Бұның миы кірмейді ғой әлі ше. Әлі күнге де осы төбелесіп жүрген осы. Кетші бар. Енді аяқ астынан болған жағдай ғой. Әдейі істеген жоқ. Әйтеуір басаман. Өлмей? Жеңшем сөзін сөйлеп қояды. Енді рас қой, бәріңіз бірден жабылып кеттіңіздер. Шайларын іш болсаңдар мына жет жинаңдар. Мен де болдым. Көршінің үйіне барып келейінші. Ойбай, бісміллә. Ойбай. Ай сезім, өтпай әжесін бір күн сен мені түсіндің ба? Ой, алғаштардан жеңіліп атқан маған қалай шамасы келсін? Іштеймін. Қандай жігіт алады екен осын? Ағасы қарындасына сөйтіп айта ма? Көрдің ғой? Аға деп сыйлап отқан жоқ. Еркелейді да шейін? Бүйтіп еркелемей-ақ қойсын ма? Әке шешесіне еркелесін. Міне, қара. Міне, мойын жақ. Көрдің ба? Ойбай,
Ey, ойбайлама ше, ойбайлама ше, жүрмей қалады. Жатшы тыныш. Міне көрдің бе, мына сүйекті көрдің бе? Мына жердегі сүйекті өшірлерді ұру керек. Көрдің бе? Шығып кеткен міне қара. Міне сәл шыда енді, сәл шыда. Айқайлай берме ше. Көрдің бе, міне, пожалуйста. Міне, өшір ғой, міне. Сәл шыда. Ей, қойша, белің сындыр жерем қазір. Ойбай, белім сындырған аға, жаным шығып барады ғой. Мына ешекте болып жан тәтті бәле ғой. Мына қалай дос болып жүрсіңдер? Мына мен тыныш жатшы, өтініш. Жатса тыныш саған ем болсын деп отыр ғой. Ойбай, ем болғанда. Белім сынатын болу. Мен түсіп істеңші аға. түсіп істесем ем жүрмей қалады. Жатшы міне қара. Міне қара. Аға мынадан точно ем болады ғой, Конечно болады ем. Сенбей жатсыңдар ма? Қазір қара, міне қара. Міне, пожалуйста. Міне, Міне көрдің ба? Тұз жиналған арқаңа, міне. кәдімгі тұз ба мынау? Енді құм шекер ма саған? Тұз ғой кәдімгі. Базар жоқ, братан. Тұз жинап сатсаңыз болады екен де. Ой, хорош, бауырым. Әзіл қыз. Тұзын шығарып жіберем қазір. Өтініш жағласа бермеш. Болды, ай өтпейсіз. Давай, келесі. Тұр, келесі. Отырсың, брат. Не істеп жатсың? Туалет қазадым. Бір күрек әпке қолыңа. Қызықсың сен, Постоянно естесің, не істеп жатқанын көріп тұрып, не істеп жатсың? Енді ол әңгіменің бастауы қашын? Қандай әңгімені бастау үшін? Мороженое жейсің ба? Неге? Тыныштық па? Күн ыстықта енді мороженое жеп, салқындайық деп жатырмын. Ойпырмай, осы өмір жалынып жүріп, не қылмайтын еді қой, әпергіземайтын едік қой. Енді сен де бүгін өміріңде бірінші рет менің сөзім сөйледің ғой дастархан басында. Яшин жаным ашып кетті да, просто. Жаның ашып кетті ма? Басқа не? Жақсы көресің мені негізі. Ай, басталды. Айтса, Қойшы. түрің көз айтып тұр ғой, өліп жақсы көремін. Кетші бар ей. Бүгін ше, далаға жатайық та. Неге? Енді үй ыстық, дала салқын деген сияқты. Неге нормально ғой, салқын ғой. Енді далада пісте шағып, мороженое жеп жатпаймын. Пістен үйде де шаға беруге болады ғой. Шағуға болады ғой, енді просто үйде папа мама бар да ya. Біліп тұрмын ғой мен сен не үшін далаға жатқызып, пісте шаққызып баратқаныңды. Сол пістені үйде жатып шаға бер. Давай. Қабат деген аяқ, біліп қой да. Атаң қайда келін? Асеке? Асеке. Оу! Қайдасың? Мұнда. Мына жақта келсің ғой, өлі. Қызық болып жатыр. Тиіштік па? Каз кішкене өлі өкпен басып алайшы. Шешең ұл таптың ба не? Жүрдік кетші ме қайдағын айтпай. Ауылға емші кепті. Қандай емші та? Кәдімгі массаж жасайтын емші келді. Еркек па? Еркек немене саған қатын керек болып жатыр ма? Массаж болғанда былай екен, сәл жұдырықпен ұрып тұрып емдей ма бір бәле. Нерв жүйелері қысылған кездерді, буын ауруы бар, денедегі суық бар ма, бәрін массажбен емдеп шығарады екен. Ауылдың қатындары шулап жатыр, барлығы кезекке тұрып жатыр. Сосын мен де кезекке тұрдым, үйге шақырдым. Шақырып қойдың ба? Үйге шақырдым. Ой, сені қайдағыны шығарып жүрсің ше? Енді ауылға кеп тұрған кезде барлығымыз емделіп алайық та? Қазір келеді, дайындал. Бұл, қазір біздің үйге келеді. Ауылға емші келген дей ма? Келген ғой біреу. Емші емес ау, тентек бауыр біле ғана. Хош, неменеге? Ой, жаңа Сардарды емдеді, қасында отырдым ғой. Ол тошына өз емші ме екен? Білмеймін. Бірақ ана орнынан тұра алмай қалды, үйінде жатыр. Неге? Анау бар емес па? Біз Сардар дәу дейміз ғой. Анау одан дәу. Біз Сардар жатқызып қойды дағыны, үстіне шығып алды, мініп алып, арқасын мыжып, ұрып, бытысын шығарып тастады. Жаным ашып кетті ананы. Өліп қаламады өй мананы ше. Тірі қалды, аман қалды үйінде жатыр. В общем, емделем деп бір таяқ жеп алды десе я? Әбірішіп қалды.
бірақ бар емес бір ырза болғаным бет мыжды ғой бит да бір уыс тұз шығарды ғой аппақ қылып кәдімгі қойшы кәдімгі тамақ істейтін аппақ тұз ба? иә ана желкесінен шықты деді үф деп төгіліп қалды ғой тұз деген ырза болдым бірақ жаман шыңғыртады екен Онда бір емдеп алу керек екен жоқ жалаң шыңғыртып әбіршіп жіберді ғой не? Барып емделіп алып денсаулыққа пайдалы ғой денсаулығым шүкір ғой мен нормально болады маған бос денсаулықпен біраз жерге барамын біз шыңғыратын емес шыңғыртатын жігіттерміз ғой қойшы сен немене шырттай киініп аласың бір жаққа барасың ба қала шығып кетейінші деген ғой қалада не барсаң просто айналып бір тиыны жоқ қалаға барасың жүріңіз Мына ма? иә осы ғой Кім? білмеймін бір емші дейді осы кісі ғой емші деген Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. неғып тұрсыңдар көрпешені салыңдар Алейкум ассалам. Кім? Назым ба бірінші? жоқ асекеңнен бастаймыз Неғып мен бірінші? Өздері көріп жүрсіңдерші. асеке бірінші жаттың Айналайын болыңыздаршы, әлі үш ауылға барым керек. Мен немене біл, не сұмдық мынау? Шоу дегенше кәдімгі әншілер ұқсап концерт берейін деп алыппын. жоқ айып етпеңіз Жоқ, не жабық айтып отырған? жабық сұрыңдар асеке отырыңыз Тізерлеп отырып, тізерлеп. Осылай ма? Бисмилlah. ем болсын Бар ғой. иә бар Ей, мынау, мынау. Тұз, сәл көтеріліңіз. Қысып алайын плотно. Мынау. Нұржан, мынау не істеп жатыр, Құлап жатыр ма, сезіліп жатыр ма? Мынау. Қайтады ма? Ой. Ne күліп жатсыңдар, қойыңдаршы, не yapsa, мен ем жүріп жатыр. Айтыңызшы, маған жанды бір неменен бір. жабық Ойбайламасыншы, өтініш. сәл шыдасайшы Көршілерден ят болады, ем жүрмей қалады сосын. Маған бәрібір. Ауру мен емес, ауру мынау. болды Қараңыз, шейін алып жатыр. ойбой бітіп қапты ғой Міне. Көрдіңіз ба? өлә мына кәдімгі тұз Көрдіңіздер ба ма? Міне. кәдімгідей тұз ғой Пап, тек тұз жегіз ба не қыз? бәсе тұздың бәрі рақа кетеді десем үйде Жаным ау, ондай жеген тұздан болмайды ғой, суықтан болады ғой. Неғып? Ал енді шыдаңыз, кішкене ауырады. Бұлай отырыңыз міне. Демалыңыз. Шығарыңыз. Мына жерде. Айқайламаңыз, ойбайламаңыз. Не? Үзу керек міне. асеке сәл шыда Шығып тұрады, кірді уже. сәл шыда Мына жердегілер бар міне. Мына жерде тағы бір тошық түреген міне. Кіргізіп жібере салайық. Болды, пожалуйста, болды, тұрыңыз. Болды. Келесі, болды, тұрыңыз. Тұрып кетіңіз, иә. шешесіз ба Тұзбен жұмыс істегеннен қиын. Мынау не істеді? сабыр Мынау не істеді? Ойбай. Сен ба? Кел. жоқ макс жатсын Сен жатшы, көп күліп жатсың. иә Ойым, мен ауырмаймын ғой. макс жат деймін Ой, қойшы ауырып жатыр. жат деймін саған Бош я, айналайын, бош дестіз. Жатсайшы болды, жат деген сөз. Бош дестіз. Ботыңа кіргізбей ақ қойшы бірақ. Көтіме кіріп атқан жоқсың ғой, інім бош дестіз. Сосын ше, осы кісіні мүжіп жақсылап емдейсіз ғой. Сен істесе болмаса. Кіре берші, қай жағына болса да. Полный тосын сыйып ал. Нормально, міне. Сезіліп жатыр ма, міне? Міне, көрдің ма, міне? Міне. ойбай Мен емдемеймін. неге Оғырый ғой арқасын бәрі. ойбай ақшаңды қосып берем Сығып кішкене дайындап қоймайсыздар ма? Керек емес. жоқ кішкене қосып емдеп берем алайыншы. кішкене қосып берем Мақұл, жарайды. уайымдамашы кішкене қосып берем Қанша ұқсас, мақұл. Апендис бағытында болған ба, немене білемін. Тоңға тұршы. Тұршы. Айқайламаш, өтініш жа, ем жүрмей қалады қазір, ұшып кетеді қазір емнің бәрі. Міне. Тұз жиналған. астапыралла Тұз ай жиналған. тағы да тұз шықты ғой Міне, тұз, пожалуйста. Сен немене тек тұз шығара бересің ба? Оның бір қант шығармайсың ба? Ой, хорош.
мен мазақ қылып тұрмын. Айналайын, қой дедім ғой мен саған. Тұзың да өзіңе, басқасын да өзіңе. Жоқ, кетпес. Мен мазақ қылып тұрмын. Ей, ауыздарыңды жап дедім ғой, мінекей. Қанша болады? Жоқ, әлі ұратыным бар ғой, мен ұрмасам болмайды ғой, білесіз ғой. Қанбайды ғой ұрмасам. Тұр бана. Шығып кеткен жерлер, бұл сүйектер бар екен, кіргізу керек ішке қарай. Бауырым, өтініш, тұршы, уақытым жоқ. Неғып? Мына жер. Көтеріп тұр арқаң, көтеріп тұр, арқаң. Демал, шығар. Ойбай! Кеше көзі көгеріп кеп бүгін емшіден таяқ жеп отыр. Пожалуйста, міне. Емес, еуіңіз деп сөйле. Сабыр, бала. Ем болсын. Міне, тұрш. Бауырым, банадай. Жарамсызбын мен. Ойбай. Апше, балаңыздың на жағыз сүйегі шығып кеткен. Может, көрерміз оныттан. Ой, қалай болады екен ол? Жарайды, қоя беріңіз болды. Рахмет болды. Тұрғызыңдар. Кім тұр? Інім тұр. Інім тұрда кеш тезсіз ақшамды алып кетуім керек. Ем болсын, балам, ем болсын. Тұрға не хабар? На сізге. Алла шипасын берсін екен. Қолыңыз ем болсын. Болды. Айып беріңіздер. Ай, мынау несі? Жоқ, мен түсіндірейін сіздерге. Мен ана желкеден, арқадан шыққан тұздар бар ғой. Со тұздарды тұздың пакетіне сап жинайым да. Ей, қалайсыздар. Әлі 2 ауылым бар еді. Ойбай, пірсі. Айттым сіздерге, алаяқ бұл деп. Ай, ондай емес. Ой, қойшы. Ойбай, белім. Қойшы. Ана емшіден бәлеге қалғанда сен шықтың ба енді? Ауырып тұр ма не әлі? Ана жүгермекше ат қылам деп инвалид қылып кеткен жоқ болсы бізді? Ой, айтты ғой, басында ауырады, кейін жазылып кетеді деді. Білмеймін, қайтеуір өші қап кеткен адам құсап, ұра берді ғой, ұра берді. Бірақ шынымен емдеу тәсіл біртүрлі екен, шошып кеттім мен анадан. Емші емес қана, таза жарым ғой. Тоқпақтай берді қайтеуір. Басында білгем соның ше алаяқ екен. Еще мама оған 10 000 теңге берді ғой. Майо, таяқ жегенімізге 10 000 теңге бердік па? Иә. Кеше ана бәледен удар жедім. Бүгін мына емшіден таяқ жедім. Ертең кімнен таяқ жедігіміз? Молдадан таяқ жейсің, жаздырып қойдық сені ертеңге. Ауылда отпускымыз көт пуск болып отыр қайтеуір. Асеке? Жақсы болайын дедің ба? Иә, сен арқаңда. Жатырмыз, тұра алмай. Баста кішкене осылай ауырады, сосын бәрі басылады деді ғой? Ей, қаяқтың емдеген ұра берді ғой. Енді өзі солай емдейді екен ғой? Солай. Соған әлі сеніп отырсың ба? Өзің шақырып алып, сен де көреді соған. Ойбай, мен не істеп қойдым саған? Ей, кімден дейміз дегенде, осын деп, сау адамды ауру қылдым ғой өзіне. Енді өзің өткенде айттың ғой, белім ауырып жүр, желкеме шаншу қадалды деп, ең кішкене сен ем алсын деп алып келдім ғой? Қашан айттым мен саған? Ұмытып кетті ме, өткен жолы өзің айттың ғой солай? Желкеме демек қылып кетші бәрі. Мен кінәлім ба соған? Саған жақсылық жасасыңды жақпайды бар ғой? Кішкене сен ем алсын деп алып келдім ғой мен? Ой, жақсылығыңа бар болсын. Башы, осы ма жақсылығың? Шыдай енді кішкене. Басылады қазір. Кетші бәрі. Ойбай, нем бар еді десейші? Айда, Ей! Стандыр! Халаяқ!
не болып жатыр бәке? Кімді ұстау керек? Уже кешіп қалдыңдар. Алаяқ десе оңбаған. Қабақ деп болса да жаман қатты жүгіреді екен. Ой, жан керек болса бұндайлар қатты жүгіреді. Сен де сондайсың да, Мен адам баласынан қашпаймын ғой. Тыныштық қой бәке, не болып жатыр? Кім қалап жүрсіз? Үйдегі апамды емдеймін деген алаяқ емші. Емдеймін деп өлтіріп қой жазады. Ана емші ма? Сол бірінші көргеннен сенбеуім сол алаяқ деп. Өз аңқау елге арамза молда дейді ғой. Бұндайлар алаяқ болады, халық тонау ғой бұндайлардың ойлары. Ақшасын аса болды да бұлар. Мен де жаңа емдеймін деп өлтіре жаздады ғой. Сөйтті ғой жағынан емдеді ғой. Еще 10 мың теңге сақ қойдың. Енді көрсем бар ғой аяғын сындырам. Енді көрмейсіз ғой бәке, болды, кетті ғой жаңа. В общем, жігіттер мен кеттім. Көріп жатсыңдар, маған бір хабар беріңдер. Болды бәке. Өзі енді көрсек, өзінің желкесінен бір пашты шығаратын деп тұрық өзі. Жындыр. Өзіңізді петаққа барып, отпаймыз ба? Білем, соңғы үміттен айрылдық, берілген бақытты жоғалтып адастық.